Нет, почему так больно? Ох, прям больно. Еще сіздікі мына жерде менікі көрдіңіз мына жақта? Менікі де мына жерде ұрып жатыр ғой. Мама, дұрыс болсыншы, мынау ауыртады екен, қатты ауыртады екен бар ғой. О, точно, молодец, красавчик. Тамаша, отқан күшті екен. Жарайды, сіз ер азаматсыз ғой, айтыңыз, сіздікі болсын. Әрине жауап өзбек ағайында ғой. Ойбай. Мынау барған сайын қатты 40 дейді ғой мынау. 40. Өзге тілдің бәрін біл, өз тілінде құрметті біз түркі тіл марш зияткерлік ойынның кезекті шығарылымын бастаймыз. Бүгін бізде қонақта Жадо сан әлемінің өкілдері Болат Орынбасаров және Жадо. Қолдарыңызда 10 мың теңге, алдарыңызда 10 ұяшық. Дұрыс жауап берсеңіздер ақшаларыңыз өсіп отырады, қателессеңіздер ақшаларыңыз азайып отырады және сервис. Түсінікті. Ендеше дайын болсақ, болды. Сәттілік. Бізге де сәттілік. Саламатсыздар ма, құрметті достар, мен Жадо, дизайнер, модельер, режиссер, хореограф және де продюсер деп. Енді 2 жыл болды, мен Түркияда жұмыс істедім, тұрып келдім, мінекей қазір өз еліме келдім. Сондықтан да енді осы қазір сіздер енді көреміз қалай болады екен. Түркше жақсы білем бе, білмеймін бе түрк нелерді. Саламатсыздар ма, мен есім Болат Орынбасаров, мен Жадо ханымның көмекшісі боламын, мобиловер администратор. Мен өзім негізі оңтүстіктен болғаннан кейін кішкене Өзбекстанға жақындау, содан кейін өзбекше білемін өзім. Болатик, мен ойлаймын, я жоқ бастайық, да? Жоқ бастайық. 5? Қанша тегеміз? 500 теңге? Чок дейді. Сөзі тыва тілінен аударғанда көп деген мағынаны білдіреді. Я жоқ. Қалай? Я жоқ. Тез сөзі тыва чок. Я, var. Соған жақында чок деп ойлаймын. Или жоқ па? Жоқ. Неге? Көп, чок. Бірақ чок. Жоқ, я. Я. Дұрыс жауабын көрейік. Жоқ деген мағынаны білдіреді екен. Жоқ деген мағынаны білдіреді. Қайсысын таңдасақ болады? Түрканы? Түрканы? Давайте, түрканы. 5? 1000 теңге. Енді бұл Болатик ұйғыраны, не? Ұйғыраны. Өзбекшеге жақындау, қазақшаға да кішкене келетін сияқты. Қайдасын жаным деп па? Қайдасын жаным. Ұйғыраны. Дұрыс жауабын көрейік. Ой. Қырғызша. Болатик. Лера Қабылжан қызы, өзіңе қайттым. Енді білетін боламыз. Сабақ болды бізге. Қайсысын таңдамыз? Дәл тап қыпшақ тобы. 500 теңге. Жатылуғу сөзі қарақалпақ тілінен аударғанда қандай мағына береді? Жауабы, жаттылығы. Енді білмеймін, жаттылығы дегенде бір жаттығу сияқты. Е? Да. Жаттығу. Өйткені бұл қарақалпақ тілде жақын ғой. Иә, жақын, өте қатты жақын. Сондықтан да мен ойымша жаттылығы, жаттығу дегендей ғой. Енді қарақалпақтар былай қарағанда бауырларымыз ғой, жақын. Иә. Қалай ойлайсыздар деп. Дұрыс жауап берсеңіздер 9000 теңге болады. Қателессеңіздер 8000 теңге қалады. Қап 1000 теңге қою керек. Ортақ нұсқа? Жаттығу. Дұрыс жауап берейік. Неужели? Неужели? Жақсы болды. Иә.
9 мың. Шынымен де жақын екен, е? Бізге өте жақын. Жақын, иә. Әрі қарай кеттік. Так. Тыңдаптап, да? Көреміз ба? Тыңдаптап. Давайте. 1000 теңге. Қап жаңа 500 мың теңге ою керек еді, 1000 теңге. Men haqimda so'rasalar sendan agar, sen uyalma, holsizlanma, tuyma xatar va bemalol o'zini tutib beparvo sal degin sevdi. Sevganidan bo'ldi kasal. Chunki degin sevar edi o'zin bilmay, kishining ham, hushining ham so'zin qilmay. Deginki u yonib sevdi, to'yib sevdi. Махаббат туралы, ya? Rohatlarin bir chekkaga qo'yib sevdi. Yonar edi, balki hanuz yonar degin. Zulmim sabab yuraklari qo'nar degin. Izlamadim, so'ramadim holini de. G'aflat aro totdim hayoti bolini de. Yerga Әрине жауап өзбек ағайындар ғой. Махаббат туралы. Махаббат туралы. Жаңағы Ішкі дүниесін айтып жатыр ер азаматына, я. Ер азаматына. Біраз сөздері сіз енді түсінесіз ғой, сонда сөздерінде Мен жаңа. сені сүйемін, сенсіз өмірдің бір мәнісі жоқ деген сөздер бар ғой бұл жерде. Күйеуіне деген, жақсы көрген жанына деген ашылып жатқан бір өлеңнің несі ғой. Қалай ойлайсыздар деп, ал көрейік деп па? Дұрыс жауап берсеңіздер 10 мың теңге болады. Қателессеңіздер 8 мың теңге қалады және сертификат аласыздар. Ортамызға Өзбекстан. Өзбек. дұрыс жауап қойық. Өзбек ағайындар. Өзбек ағайындар. Молодец. Тамаша, отқан күшті екен. 10 мың теңге әрі қарай кеттік. Енді Жадоханым өзіңіз Фильм. фильм көрейік, иә. Фильмді Фильм, көрейік. дайсыз. 1000 теңге. Фильм қай тілде? Bilen oğlan. Oğlum halin kanano, senin halin kanyan şekilde. Diyemek ki oğlum halin kanamayanın peydarı konu alacak böyle. Gelme. Gelmeyeceğim. Sen kim anlayacak? Sen bana bütün bir çıkan karnasını bir anlayacak böyle. Өзбекше, ұйғырша емес, түркше де емес, қырғызша да емес. Біліп қой. Қысылып сөйлеп тұрған сияқты да? Жоқ, ол қысылып тұр ғой, бірақ сөзі қай не ұлттың. Қалай қарайсыз? Көп қатты ұқсайды да біздің қазақ тілдерге, иә. Мысалы, біліп қой, тұрып қой деп тұр ғой енді. Бірақ, мысалы, енді қандай? Қырғызша? Жоқ, қырғызша. емес, өзбекше сияқты. Жоқ, өзбекше. Өзбекше емес па? Беріп қой, алып қой демейді ғой өзбекше. Олар басқаша ғой шамалы. Беріп қой деп тұр да, беріп қой деп ана. Кішкене өзбекше бар сияқты. Жарайды, сіз ер азаматсыз ғой, айтыңыз сіздікі болсын бұл жолы. Сен деген, сенге деген сөздер кетіп жатыр да арасында ше. Солмен? Өзбекше деп ойлаймын мен. Жарайды, өзбекше болсын. Дұрыс жауап берсеңіздер 11 мың теңге болады. Қателессеңіздер 9 мың теңге қалады және сертификат ортақ нұсқа. Өзбекше. Өзбекше болсын. Дұрыс жауап. Мне кажется... Басқа тіл. Ойбай! Түркмен! Ойбу! Бірақ мен түркмен достарым өте көп, қалай мен білмей қалдым? Ашын пенан хикметі фильмі. Так, 50-50? Давайте, 50-50. 1000 теңге. Чанчхи. Сөз қарашай тілінен аударғанда қандай мағынаны білдіреді? Айыр или шаншқы? Чаншхи. Шаншқы. Шаншқы. Иә, шаншқы. Өткен айыр басқаша олар еді. Тем более қарашай тілі біз былай енді түсінікті тіл ғой, былай жақын ғой бізге де. Иә. Сол себебі шаншқы. Дұрыс жауап берсеңіздер 10 мың теңге болады. Дұрыс болсыншы, мынау ауыртады екен, қатты ауыртады екен бар ғой. Қателессеңіздер 8 мың теңге қалады және сертификат аласыздар. Ортақ нұсқа? Шаншқы. Дұрыс жауап. Жылдамасыншы.
Дұрыс. Деп па? 10 мың, әрі қарай кеттік. Так, кейінгісі. Дәл тап құрлық тобы, дәл тап сирек тіл, дәл тап оғыз тобы. Дәл тап оғыз тобы. 5. 500 теңге де? 5 теңге. Сайғы сөзі түрік тілінен аударғанда қандай мағынаны білдіреді? Жауабы. Сайғы. 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 Қалай болды мынау? Түркиядан келіп сайғыны білмеген бапы? Түрік тілінен. Сайғы. Сайғы. Түрік тіліндегі ма не ол? Түрік тілден емес шығар. Сөзі түрік тілінен аударғанда қандай мағынаны білдіреді? Түрк. Сайғы. Сайғы деген жаңа не емес пе оны? Тіліміз шымда тұр да соны. Сайғақ деген сөз емес пе? Жоқ, ондай сайғы. Мысалы, сайғы. Ятай. 2 жыл Түркияға барып тұрып келіп сайғыны білмеген сайғы. Даже вариант болмай тұр ғой. Просто әдемілік дей салайықшы, бірақ әдемілік енді чок güzel дейді. Сайғы или сайғы худая, нет. Ол не? Бір жауап берсеңіздер. 11 мың теңге. Қателессеңіздер 9 мың теңге қалады және сіздер ете қаласыз. Так, мен білем, что мен дұрыс жауап бере алмаймыз да, мен дұрыс жауап бере алмаймын. Так, сайғы. Давайте, так, сайғы не болсын? Әдемілік бола салсыншы. Ортақ нұсқа. Әдемілік. Бір шау көрейік. Құрмет! Ё-моё! Абсессо, ё-моё. Ну, ё-моё. Құрмет. Блин! Құрмет. Ятай. Кешіріңіздер. Sorry. Иә. 9 мың теңге. Тест? 5. Тест. 1000 теңге давайте. Так. Пелякан. Сөзі Азербайжан тілінен аударғанда қандай мағына береді дейді? Алып, келісім, баспалдақ, үйрек дейді жауабы. Баспалдақ, Пелякан. үйрек, келісім. Пелякан. Алып. Пелякан. Азербайжан дейді ма? Түрктерге жақындау ғой. Тілдер бірақ ұқсамайды, екі жақтан. Несі мағынасы кішкене ұқсамайды өкінішке орай. Так, алып, келісім, пелякан. Может, келісім? Қалай ойлайсыз? Интуициялық несінде. Пелякан. Баспалдақ, пелякан. Или келісім, или баспалдақ сияқты. Білмеймін. Келісім или баспалдақ. Потому что алып, пелякан, оларда тоже сөзі не қысқаша жазылады да, қысқа болу керек та деп ойлаймын. Азербайжан жақын ғой түріктерге. Үйректер не? Келісім, баспалдақ, или баспалдақ па? Баспалдақ көрейік. Давайте, ладно, баспалдақ көрейік. Баспалдақ. О, точно, молодец, красавчик. О, да-да-дам. 10 мың теңге. Дәл тап сирек тіл дейді, е? Дәл тап сирек тіл. 5. Сирек тіл. 1000 теңге дайте. Тортон. Сөзі тұбалар тілінен аударғанда қандай мағына білдіреді? Бір шоу берсеңіздер ақшаларыңыз 2 есе көбейеді. Төртон. Төрге емес пе? Төрге шығу, білмеймін мен. Төрге шығу немесе төр-төн. Аударғанда қандай мағына білдіреді? Или биік. Төр. Бірақ тұбалар тілінен енді мен как-то... Мен ойлаймын төртөн бір... Қалай ойлайсыздар біз? Көмектесіңіздер деп. Аз еке деп па? Звондау жоқ па деп. Қалай ойлайсыз? Сіз интуициялық несі қалай ойлайсыз мысалы? Төрден деген сөз емес па? Төр. Жақсы. Иә, төр. Төрден деген. Жетейік. Содақ, иә, төрден. Төрден көру, төрден табу. Төрден табу, төрден келе жатыр деген сөз емес па? Төрге өтіңіз деп. Давайте. Солай Бір шоу берсеңіздер 20 мың теңге болады. Шай ішеміз. 9 мың теңге қалады және сіздерде бастап. Ортақ нұсқа? Төрден. Бір шоу көрейік. Ойбай. Мынау барған сайын қатты 40 дейді ғой мынау. 40. Май, айтпаңыз, масқара мынау. Еще сіздікі мына жерде менікі көрдіңіз мына жақта? Менікі де мына жерде ұрып жатыр ғой. Мама, 40 екен ғой. Жоқ, мен честно айтайын, мен
вообще естімеппін ондай. 4-10. 4-10. 4-10. Жарайды. 4-10. 9 теңге. Дәл тап Қарлұқ тобы. 5. Қарлұқ. Мың? Дәл тап Қарлұқ тобы. Чекит. Сөзі ұйғыр тіліне аударғанда қандай мағынаны береді? Сіздерде достарыңызға қоңырау шалу мүмкіндігі бар. Ал звондайық ал. Ниджат бауырымызға қоңырау шаламыз. Чекит. Алло. Ниджат, здравствуйте. Түрк Тальмаш программасының хабарласып тұрмын. Мы сейчас прочитаем, да? Так, чекит дейді. Сөзі ұйғыр тілінен аударғанда қандай мағынаны береді дейді. Чекит. 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 Чекит? Да. Мен жаңа тоже, знаете, на турецком мне сказали, түркше айтты да маған, мен таба алмағаным. 2 жыл Түркияда тұрсам да. Чекит дейді. Вот именно сөйлем жоқ та, просто сөз чекит. Просто слово чекит. Да, чекит. А что обозначает, говорит? Чекит. Приблизительно скажите, уже время идет? Чекит? Приблизительно? Да. Я сейчас думаю, подождите. Секундочку. Секунду, уже время, Джан. Подождите, пожалуйста. Ага. Честно, Уйғур бауырымыз. Я где-то не знаю. Никоша. Приблизительно хотя бы там доброта, любовь, что там, ну, там уважение. Қандай не болады, мысалы, сыйласу, чекит. Или... Это точно на уйгурском? Точно на уйгурском, да? Уйғур тілінен аударғанда, да, на уйгурском чекит. Уйғур тілінен аударғанда қандай мағына береді? Жадухан, я вам не отвечу на этот вопрос. Ладненько, спасибо, мой дорогой. Ладно, до свидания. Может, еще в брюге соғам? Ой, жан, рахмет. Тоже бауырымыз. Азекеша... Телефону разговариваю, извиняюсь. Азекеша, я сейчас в программе, Түрк Тілмаш программада, чекит ұйғырша қалай болады? Как? Чекит. Уйғур тілінен аударғанда қандай мағынаны береді? Чекит, любовь, это что вот, қандай мағына? С уйгурского народа чекит, это что за слово? Вы можете написать его, чтобы я понял? Я просто сейчас в программе же, сейчас прям написано чекит. Мы сейчас почти в прямом эфире. Почти прямой чекит. Я, такое слово не знаю. Чекит, как оно правильно, если произнесете, я пойму его. Чекит? Да, чекит. Чекит. Может, джигит? Нет. Мужчина как на уйгурском будет? Мужчина? Да. Мужчина с уйгурского как будет? Азеке бауырым. Уйғур бауырымыз Азекең. Я и Никоша позвонила тоже, чекит. Он говорит, тоже не знаю, не смогу ответить. Потом я попросила еще звонок другу. Чекит? Подождите. Джигит, Чекит. А как это мужчина, как на уйгурском, джигит? Нет, смотрите, чик – это выходи. Чиквя – это получается выходить. Чекит – это как убирайся, вон типа. Чекит. Да? Манчха, да. Типа манчха, чик дегендей, да? Чик. Да. Ну давайте, Азекеша, мы здесь и деньги отватырмыз. Все, отсақ не қыламыз. Сонда мы скажем, чекит это кет, да? Кет. Мағына кет? Чекит. Сейчас, подождите. Минута есть у нас? Секунда. Да, потому что до этого уже бізге берген, но у нас секунда чекит. Чек, действительно, чек, да? Чек, гет. Google акаға кіргізіңізші. Чек это выходи. Здесь кит. На уйгурском как переводится чекит? Не знаю, вот чихвя, чекит. Здесь, короче, там, слово чекит говорит. Как это может обозначать? Типа чихвя, чихкят. Чихкят это... Выходи, типа, иди отсюда, да? Все, Азекеша. Тогда жарайды. Шығу дейміз, да? Выходи.
Все, рахмет Азекеші, хабарсқанша. Аға, рахмет жаным. Давайте. Дұрыстап берсеңіздер. Чек, шық, кет, 500 теңге болады. кет, шық да сол. Қателессеңіздер 8500 теңге қалады Жоқ, және сертификат. ладно, ақшасы, мұнан айтсаңызшы. Соңғысы қалды. Шық, кет, шық. Бір шау керек. Только кішкене, пожалуйста. Ендеше бүгінгі бағдарламаның чекеті. Шығып кетіңіздер деп. Ох, нүкте! Ох! Нет, почему так больно? Ох, прям больно. Ауырат нүкте екен ғой. Нүкте. Үш ұйғырға звондады да, досымызда. Мама, нүкте. Білетін боламыз енді. Енді бүгін мен өзіме үлкен бір тағы да білімді алдым. Осы түркі тілмаш бағдарламаның арқасында. Әрине біз түркі тілдес достарымыз ғой. Сондықтан да бір-бірімізді жаңағы біліп жүру керек екен, бір-бірімізді оқу керек екен, бір-бірімізбен тағы да көптен танысып білуіміз керек екен. Соны ұқтым мен бүгін. Рахмет сіздерге. Өте қуаныштымын. Маған да ұнады. Бірталай тәжірибе болды. Одан былай Жадо ханым біліп жүретін боламыз. Иә, тілді білу керек екен. Өзіміздің ағайындардың тілдерін. Иә. Сол үшін рахмет, тамаша. Негізі әлемде 250 миллионнан астам түркі халықтар бар. Жалпы ұлттардың саны 40-тан асады. Бағдарламаның мақсаты екі адамды ұстап алып, отырғызып қойып, тоқпен соғу емес. Бағдарламаның мақсаты түркі әлемін тани отырып, қазақ тілін түркі әлеміне насихаттау. Дұрыс. Керемет. Ұтыстарыңыз 8500 теңге. Рахмет. Құтты болсын. Құтты болсын. Шай ішейік. Шай ішейік. Шай ішейік. Иә.